Алматыда 3 автобус пен жеңіл көлік соқтығысты, зардап шеккендер бар. Алматының Медеу ауданында 3 автобус пен жеңіл көліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болып, соның салдарынан адамдар зардап шекті. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлады. 13 ақпанда сағат 9-дар шамасында Райымбек даңғылы мен шығыс бағытта келе жатқан номер 54 бағыттағы автобустың жүргізушісі алдында жүріп бара жатқан номер 130 бағыттағы автобуспен, сондай-ақ Nexia көлігімен соқтығысқан. Соққы салдарынан номер 130 автобус қатар келе жатқан номер 88 бағыттағы автобуспен соқтығысқан деп хабарлайды Алматы полициясы. Жол апатына ұшыраған 3 автобус жеке тасымалдаушыларға тиесілі екені анықталды. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілді. Оқиға дерегін Медеу аудандық полиция басқарма қызметкерлері анықтап жатыр.